Баршаңызға сәлем достар. Бүгін сіздермен осындай духовкада жұп-жұмсақ болып пісетін пирожки дайындаймыз. Каналға жазылып, видеоны соңына дейін көріңіздер. Бізге ең бірінші 1 пиала сүт, 1 пиала жылы су және де 1 пиала сұйық май қажет болады. Барлығын кеңірек ыдысымызға құйып, 2 шай қасық дрож, яғни ашытқы қосамыз. Онан соң 2 шай қасық қант және де 1 шай қасық тұз қосып, барлығын жақсылап араластырып аламыз. Онан соң илектен ұнымызды өткізіп, жұмсақ етіп қамыр илейміз. Мінекей біздің қамырымыз жұмсақ болып иленді. Енді бетін жауып 1-2 сағатқа жылы жерге қойып қоямыз. Қамырымыз көтерілгенше салмасын дайындауымыз қажет. Ол үшін осылай картоптарды газға қойып, сәл тұз сеуіп піскенше күтеміз. Біздің салмамыз дәмді болып шығу үшін мен үнемі осылай қызып тұрған майға пиязды жіңішке етіп турап, жақсылап қуырып алып қосамын. Мінекей біздің картоптарымыз пісті. Енді осылай арнайы езгіштің көмегімен барлығын осылай майда-майда етіп езіп шықтым. Және де қуырылған пиязымызды қосып, дәміне қарай тұз, қара бұрышынан қосып, барлығын жақсылап араластырып алдым. Мінекей достар, біздің қамырымыз осылай жұп-жұмсақ болып көтерілді. Мінекей менен осындай үлкенірек 1 күлше шықты. Енді осыны ыңғайлы болу үшін осылай 2 бөлікке бөліп алып, пирожкиімізді түйеміз. Енді осылай бірінші күлшемізді осылай видеодағыдай майда-майда етіп бөліктерге бөліп дайындап аламыз. Мінекей осыншама бөлік шықты. Бетін жауып тағы 5 минутқа қойып қойдым. Енді шетінен пирожкиімізді түйе бастаймыз. Біздің қамырымыздың жұмсақтығы соншалықты бізге оқтаудың да қажеті жоқ. Осылай қолмен жайып, салмасын салып, осылай видеодағыдай түйе бересіздер. Қамырымыз қолға да жабыспайды. Мінекей барлығын осылай түйіп шықтым. Бірінші күлшемізден осыншама пирожки шықты. Бетіне жұмыртқаның сарысын жағып шықтым. Және де ең соңында осылай күнжіт тәндерін сеуіп шықтым. Онан соң 180-190 градуста қызып тұрған пеште пирожкиларымызды дайын болғанша пісіріп аламыз. Мінекей достар, біздің пирожкиларымыз осылай қызғылтым, жұп-жұмсақ әрі дәмді болып пісті. Барлықтарыңызға жасауға кеңес беремін. Видеоға лайк басып, каналымды қолдап қойыңыздар. Астарыңыз дәмді болсын.